Өткен күндердің бірінде Орал өзенінің екі бетінде екі бай сұлтан тұрыпты. Оң жақ бетіндегісінің аты Бегалы, сол жақ бетіндегісінің аты Топай екен. Бұлар ылғи бір-бірімен айтысып, барымталасып, шабысып, бақ таластырып келіпті. Бір күні Топай отырып: «Менің асыл тұқымды арғымақ биелерім өзеннің арғы бетіндегі Бегалының жабы жаман айғырларының кісінеген даусынан шошып құлын тастапты. Бегалы асыл тұқымды құлындарымның бағасын төлесін, оған көнбесе шабысуға даяр екенін айтсын», деп Топай Бегалыға елші жібереді. Бегалы бұл сөзді есіткеннен кейін билерін шақырып алып, ішіндегі ең сөз тапқыш деген екі ақсақалын Топайға аттандырыпты. «Барып билігін айтыңдар, сөзден жығылсаңдар, өлген құлындардың бағасын төлеп қайтасыңдар», деп билеріне тапсырады. Екі ақсақал Орал өзенінен өтіп, Топайдың ауылына қарай жүріп келе жатып, кешқұрым мал қайтарып жүрген 18-19 жасар балаға жолығады. Одан: «Алдымызда жақын жерде қонатын ел бар ма?» деп сұрайды. Күн қауысарға таянып қалған кез екен. Бала тұрып, екі биге жөн сілтеп былай дейді: «Алдыңызда оңаша қашық емес жерде ақшамның үйі бар. Онан өткесін әттеген ай бар. Ал қонам десеңіздер, анау тұрған біздің ауыл, барып қоныңыздар», деп жолдан шеткерлеу тұрған ауылдарды көрсетеді. Екі би тұрып: «Шырағым, сіздің ауыл бізге қисық тұр екен, сондықтан ақшамның үйіне барып қонайық», деп жүріп кетіседі. Күн батып, кешкі ақшам мезгілі болады, бірақ ел жоқ. Сонда біріне бірі қарап ақсақалдар: «Әттеген-ай, манағы баланың ауылына барып қонбағанымыз қате болған екен. Әлде де болса, сол баланың үйін тауып алып қонайық», десіп, аттарының бастарын бұрып қайта жүріседі. Бала қариялардан бұрын келіп үйіне жеткен екен. Үйіне келе жатқан адамдарды танып, алдарынан шығады. «Қош келдіңіздер», деп екі қарияны аттан түсіріп қарсы алады. Түнде қонып отырған кезде бала бұл екі қарияның Топайға не үшін бара жатқанын сұрайды. Қариялар не себепті Топайға баратындарын жасырмастан айтысады. Бала тұрып: «Топайдың өтірік дауына не деп жауап қайтарасыздар?» деп сұрайды. Сонда екі қария тұрып: «Біздің айтарлық еш дәлеліміз жоқ, өлген құлынның бағасын төлейміз де», деседі. Сонда бала тұрып: «Сіздер осы дауларыңызды маған тапсырыңыздар, Топайға жауабын мен берейін. Мен келгенше малымды сіздер баға тұрыңыздар», дейді. Екі ақсақал өзара кеңесіп балаға ризалық білдіреді. Келесі күні бала алдымен түйеден бір үлкен қара бураны, қойдан бір үлкен ақ серкені алып қалады. Қара бураның бір жағына кебеже теңдеп, оның ішіне ақ серкені салып, екінші жағына топырақ салған қап теңдеп түйеге артады. Өзі үстіне мінеді, қолына саржа алады. Сөйтіп Топай ауылына аяңдап жүріп кетеді. Ауыл көлтабанда отырады екен. Сәске кезінде бала ауылдың маңайына жақындап келеді. Бір шақырымдай жерден түйеге мініп келе жатқан адамды көріп, Топай ауылының 10-15 қабаған иттері баланы қарсы алады. Иттердің бірі түйенің артқы аяғынан тістелеп, бірі алдын кес-кестеп, барлығы қамалап алып түйені жүргізбей қояды. Сол кезде бала ызаланып саржамен бір-екі итті атады. Саржаның оғы қадалған иттер қыңсылап ауылға қарай қашады. Қалғандары да ыдырай бастайды. Қыңсылаған, атылған иттерді көрген Топай ауылының тентектері атқа міне салып балаға қарсы шауып қамшы ойнатады. Бұл ауылға келген адам итті атпақ түгіл қамшымен соқпайтын. «Сен қайдан шыққан адамсың? Иттерге неге тиісесің? Атаңа нәлет», деп балағаттап баланы сабамақ болады. Сонда бала тұрып: «Ағатайлар, мені сабамаңдар, сөкпеңдер, ауылдарыңның сұлтаны Топайға алып барыңыздар, жауабын соған берейін. Мен Орал өзенінің арғы бетінен келе жатқан елшімін», дейді. Баланың мінген түйесін жетелеп келіп, баланы үйдің жанына қойып, ауылдың жігіттері болған оқиғаны Топайға барып хабарлайды. Сонда Топай үйінде өздерінің билерімен бірігіп қымыз ішіп отыр екен.
Біздің ауылдың итін атып жүрген кім, неткен көргенсіз, өзін бері алып келші маған, деп бұйрық беріп жатыр екен. Сол кезде бала түйесін шөгеріп, жүгін түсіріп, серкені кебежеден шығарады. Түйені де, серкені де халықтың көз алдына көрсетіп, жүкке байлайды. Сонан кейін Топайдың үйіне келіп кіреді. Өзің кімсің? Қайдан келдің? Деп ақырады. Мен арғы беттегі Бегалының елшісімін. Сіздің Бегалыдан талап ететін құлыныңыз бар екен. Соның жауабын беруге мені жіберді, дейді. Еліңнің үлкені құрыды ма, әлде ақсақалы құрыды ма? Сенде ақымақ баланы шақырып бедім мен. Неге келдің? Сен не билік айтасың? Деп Топай қаһарланады. Сонда бала айтады. Егер үлкен керек болса, анау байлаулы тұрған қара бура менікі, сонан сұраңыз. Ақсақал керек болса, сақалының ұзындығы жарты кез анау тұрған ақ серке менікі, сонан сұраңыз. Ал билік керек болса, менен сұраңыз, жауабын мен берейін, депті. Сұлтан сөз таба алмай қалып, «Ей жүгірмек, ендеше менің иттерімде не атаңның құны бар еді, неге атасың?» деп айғайлапты. Сіздің иттерде менің көптен бері ала алмай жүрген өшім бар еді. Өткен жылы Орал өзенінің арғы бетінде күндіз осы қара бурамды мініп қой бағып тұрғанымда 5-6 қасқыр келіп қойға шапты. Сол кезде айтақтап, ертеден кешке дейін айғайлағанда осы иттерінің бірі маған көмекке келмеген. Бүгін ауылға елші болып келгенімде менің түйемді жеп қоя жаздады. Сонсоң аттым, дейді бала. Өзің қып-қызыл жынды екенсің. Өзеннің арғы бетіндегі сенің айқайлаған даусыңды бұл жердегі менің иттерім қайдан естісін? Осындайда сөз бола ма екен? Деп Топай тағы да ежірейеді. Айтқан сөзіңізге ие болыңыз. Адамның даусы айуанның даусынан қаттырақ шығатынына сіздің таласыңыз болмас. Олай болса, Бегалының жабы айғырының өзеннің арғы бетінде жүріп, кісінеген даусын сіздің асыл тұқымды биеңіз қалай естеді? Қайсымыз жынды болдық, дейді бала. Жұрт-ау, мына жынды жүгірмектің мені сөзбен жеңіп, жермен жексен жасағанын көріп отырсыңдар ғой. Енді менің Бегалыдан ешқандай талабым жоқ. Мынау жүгірмек келмей жатып, менің 2 жақсы итімді өлтірді. Ұзақ аялдаса, біреуімізге зақым жасар, тезірек еліне қайтарып құтылыңдар, деп Топай би жігіттеріне бұйрық береді. Мені жынды дедің, жүгірмек дедің, бала дедің, бірталай сөзбен қорладыңыз. Ал менің сізге айтарым, ақылдың жастан шығатынын, асылдың тастан шығатынын, күнәсіз адамды жәбірлеу мастан шығатынын бұдан былай есіңізден шығармаңыз, би, деп бала үйден шығып кетеді. Осы сөзді айтқан бала сырым еді.